Әсемдігімен көпшілікке сүйкімді болып жүрген Әсел шоу-бизнесте жүргеніне де 12 жылдың қасы болыпты. Әнші осы уақыттың аралығында жиған терген білімі мен тәжірибесін тағы бір мамандықты қатар алып жүруге жеткілікті санайды. Ол бүгін қоржынына бір жұлдыздың ғана емес, екі бірдей топтың тағдырын сыйдырмақшы. Қыздың көзі қызылда демекші, Әсел өз продюсерлігін Арулар ұжымынан бастады. Весной был музыкальный конкурс, в нем участвовало 30 девушек, 12 из них дошли до финала, и получается группа, которая выиграла, это теперь группа Alton Girls, и вторая группа это Кофеин, они тоже финалистки проекта. Я в них заметила какой-то талант, потенциал, и решила создать еще один коллектив. Байқаудан көзіне түскен қыздардың ебін тауып, елшісі болып жүргеніне 4 ай болыпты. Осы мерзімнің ішінде аяқталған іс те бар. Ол әрине бейнебаян. Екі топқа продюсерлік ету әлден бір намиянға ауыртпалық тигізері рас. Әншінің өткен жылы ғана сүйгеніне материалдық соққы жегені есімізде. Қомақты ақшаны талап ететін істі бастап жатқандығына қарағанда, қаражат мәселесінде бір шикілік бар ау. Какую-то часть вложила я, но какую-то часть вложили спонсоры, которые организовывали этот конкурс. Получается, вот этот конкурс музыкальный. Дальше по контракту они должны были снять первый дебютный клип группе победителей и должны были записать им песни. То есть вторую группу я спонсирую полностью сама. Первую группу спонсирует, получается, спонсорский продукт. Біреуге демеу, біреуге қолдау көрсетіп жүрген Әселдің жаңалығы осы. Саны көп, сапасы жоқ продюсерлердің қатарынан болмас үшін өнімін өтімді етуге тырысып жүр. Ол өз қыздарының көзді ашып жұмғанша үлкен жұлдыз атанатынына кәміл сенеді. Қазақ эстрадасында халықты назымен масайтып, сазымен марқайтып жүрген қыздардың алды болмасақ та арты болмаймыз дейді әнші. Оның басты себебі бәсекелестіктің аздығында. Кто у нас в группе? Хорошо, там Кешью, Даус Интернешнл, FM, Амуаш, Асыл. 5 групп. Да, я не спорю, у нас страна не прям огромная, но 5 групп всего. Где же это много? Это совершенно мало. Нет конкурентной среды. Не болса да шоу-бизнес әлемін дамытатын тағы бір жан арамыздан табылды. Тырнақалды жобасын көздеген шыңына жеткізген соң жігіттер арасында да топ құрмақ. Сондай-ақ Әсел әріптесі Ранамен бірге Даус Интернешнлды продюсер ретінде өз қолдарына алған болатын. Жуырда Медиумыз айдынында құрамын толығымен өзгерткен топ халық әніне су жаңа бейнебаян түсірді. 2 локации у нас. Первый этот в горах снимали, а второй здесь снимаем все полностью. Вначале мы снимаем, что они Даус Интернешнл национальная одежда, там на казахском, медленно. И там переход сделаем, монтаж, что меняется современный все будет. Біз халық әні Қамажай деген әнді жаздық. Құдай қаласа жақын арада оны тыңдармандарымыз жаңа заманауи өңдеуде тыңдай алады. Көрермендердің көңілінен шығады деген үлкен үміттеміз. Кішкене заманауи өңдеумен алып келсек, жастардың халық әндеріне деген қызығушылығын арта түсеміз деген ойдамыз. Демек, жақын арада халық әні Қамажайды жаңа өңдеуде тамашалайтын боламыз.